мектеп жасындағы балалар көп ауыз бекітіп ораза ұстап жатады. Бұл негізінде қуанатын жағдай. Оразада көп байқайтыным, мектеп жасындағы балалар көп ауыз бекітіп ораза ұстап жатады. Бұл негізінде қуанатын жағдай. Қуанатын жағдай себебі білеміз, ораза адамды көп жағдайда сабырлыққа тәрбиелейді, жақсылыққа тәрбиелейді. Ораза айы дегенде сондай бір рухани ай ғой. Қонақтар шақырып, адамдар жақсылыққа жүректері бейім болып, бір-бірлеріне пітір садақаны беріп, көмектесіп, сондай көңілдері ашық болатын негізі ай. Дәл осы айда балалардың да көңілі ашық болып, олар да сол үлкендерге еліктеп отыр, қарап отырсаңыздар. Біз де ораза ұстаймыз деп. Бірақ бұл жерде оқушы бауырларымызға айтатын тек қана бір ғана ескертуіміз бар. Кейбір мұғалімдер айтады, мен ораза ұстадым, мен сәресін күттім, сәресіне дейін ұйықтамадым деп келіп мектепте ұйықтап отыру, мектепте жаңағындай мектептегі сабағымды орындай алмай келдім, сабақта ұйықтап отыру, соның барлығын оразаға жабу дұрыс емес. Мен сәресін күтіп едім, мен ораза болғаннан кейін сабақ оқымай келдім, сәресін күткеннен мен қазір енді ұйқым келіп отыр деп, егер де сіз істеп жатқан құлшылығыңызды, ұстап жатқан оразаңызды міндетсініп отырсаңыз, ол дұрыс емес. Ол тек қана мектептерде емес негізінде. Кез келген мекемеде, мысалға әкімшілікте істейтін болсын, органдарда істейтін азаматтар болсын, мен кеше қандай да бір жерде істейтін адамдар болсын, кез келген магазинде сатушы ма, мен оразамын деп кешігіп келу, жұмысын дұрыс атқармау, бұл үлкен қиянат болады. Сол үшін де ораза бұл сондай нәрсе, бұл сабырлық айы. Бір айға сабырлық таныту керек. Оразаңызды да ұстаңыз, сабағыңызды да оқып, жұмысыңызды дұрыс атқарсаңыз, ешкім сізге ешқандай әңгіме айтпайды. Сол үшін де бисмилля, ораза ұстауға асығайық.